Сәлем достар, әдеттегідей эфирде айқайлайық жобасы бүгін бір ерекше шығарылым болғалы тұр. Себебі бізге бүгін ерекше қонақ келіп жатыр. Ол ерекше қонақпен таныстыратын бізде қалауының жүргізушісі. Дәнекер, өзің таныстыр, қонақтармен сен таныстырасың ба? Мен әдейім көне. Бүгін бізде қонақта керемет жан, керемет жігіт, актер. Жалпы Мардан Сапарбай университетінің түлегі, менің жерлесім Ақсұңқарлар КВН командасының белді ойыншысы, біздің досымыз, бауырымыз, біз өте қатты сыйлайтын, біз жақсы көретін. Қазір таңда қай театрда? Шымкент шоу театрының актері, көптеген телехикаялар, көптеген телесериалдарда ойнаған. Сыңсың күлпаш. Сыңсың күлпаш. Үлкен үй. Қарлығаш күзет агенттігі барлығында главный рөлдер. Айта берсең, үш-ақ саусағы бар адамның саусағы таусылып болады. Қарапайым. Үлкен бір полнометражный киносы бар ғой? Еркін Рақыш. Қандай? Мәңгі өмір сүргім келсе. Бүгін бізде қонақта қарапайым ғана керемет жан Дәурен Жұмаділов достар. Қошемет қойық. Дәурен, қош келдің. Қош келдің, Дәурен. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? От души. От души. Керемет болып тұр енді. Аяқ жағында бір сұрақ қойыңдар, қазір нормально. Біздің бағдарламамен, біздің мына жобамен таныс шығарсың, көріп жүрген шығарсың. Ютубтан көріп болса, ілінсем ба деп жүрем. Уақытыңыз көп қойсыз, иә? Ютуб көріп. Дәурен, қазір не жауап болды творчествода жалпы? Мына Зыңзың күлпаштың қай сезонына келдіңдер? Бір 17-18? 22-сіне келдік ау деймін, по-моему. Санта-Барбараға жетіп қалды, ә? Цель содан озу ғой. Мағынасы ма? Тамаша. Ал, онда былай қылайық, Дәурен, біздің жалпы ойын интеллектуалды шоу ойыны жобасы жалпы сұрақтарға жауап береді. Сұрақтар оңай бар, қиыны бар. Ережесі қиын емес, абай қалай болады? Өте оңай. Біздің Дәурен, енді біз 2-3 проекттерде, площадкеде бірге жұмыс жасадық. Дәуреннің бірден түсінетін жарсыңдар бір-бірлерін. Интеллекті деген өте жоғары. Оны білемін. Постоянно біз киім ауыстырып жатқан кезде ол кітап оқып отыратын да оны. Басына жастықтың астына кітап салып ұйықтайды. Қазір енді оны ойын барысында. Қалып таптарсақ биік қылады да басында. Ойын барысында. Дәурен, жалпы қысқа айтқан кезде мына ойын ережесімен түсіндіріп өтейін. Бізде қазір саған 7 сұрақ беріледі. Ол үшін 7 сұрақта бәріміздің құлағымызда наушник болады. Қатты музыка ойнап тұрады, 1 минут. Ешкімді естімейді. Саған сұрақ беріледі, сен сұрақты аласың да, бізге сол сұрақтың жауабын білсең, жауабын түсіндіруің керек. Қалай түсіндіресің, ол енді мимикамен түсіндіресің. Жауабын білмей қалсам? Жауабын білмей қалсаң, онда сұрақты түсіндіресің. Жалпы біз бесеуіміз бір командамыз. Командамыз. Егер де музыка тоқтағаннан кейін біз болды, ешкімге сөйлемейді, сұрақтың жауабын мына жерге жазамыз, сөйтіп ешкімге көрсетіп былай қоямыз. Егер де сұрақтың жауабы барлығымыздікі бірдей болатын болса, біз сол сұрақтың дұрыс болып есептейді. Егер де 4-еу жауап беріп, 1-еу жауап бере алмай қалса, онда онда сұрақ дұрыс емес болып есептелінеді. Әр сұрақ, енді ең қызығы, әр сұрақ біздің бүгін достар 7 құрма халал рестораны бұл шығарылымға демеуші. Әр сұрақ 100 теңгеден. 100 Бірден настроенім. Бір сұрақ, Дәурен, 100 мың теңге тұрады. Және біз сол сұраққа дұрыс жауап берсек, біз супер ойында, бұдан кейін супер ойын ойнаймыз. 7 сұрақтан кейін. Сол кезде әр сұраққа біз 1 минут біздің еншімізде болады. Бонус есебі. 700 мың теңгеға қоса, сен аршеттен тағы 4 сұраққа жауап берсің, 500 мың теңге супер ойында бар. 1 миллион 200 мың теңге алып кетуіңе болады. Түсінікті ғой жалпы, ережелер түсінікті ме? Қиын ешнәрсе жоқ. Тек қана айқайлайық. Біз бүгінгі шығарылымды, бүгінгі жобамызды бастаймыз достар. Кеттік. Карантинде сыбырлап. Қонақ бізде сұрақты оқиды. Бір нәрсе ұмыттық. Қуаныш дейді. Мысалы, егерде әр сұрақтың жауабын айтқаннан кейін бір қуанышын белгі айту керек. Бәріміз бірдей. Сіз өзіңіз не айтасыз, соны қазір айтыңыз, соны келісіп алайық. Бір ауыздан синхронно айтамыз. Не айтасыз? Қалай, мысалы, қуаныш белгісі дейді. Ең оңай мынау. Өзі тапсын, енді соны театрлардың арасында. Жаңа горилла болып келді, содан кейін сәл көмектесіп. Дауыс білдіреге. Қандай дауыс білдіреміз? Қандай дауыс бағыштаймыз?
Kan istep koyuşun. Kan 1 2 3. Mınalar yat болды. Жеңілсе қалай болады? О, Жеңілсек бұл салбырап. Дәурен, бірақ енді осыны енді жиірек істейік. Иә, мен осы үйреніп Мүлдем істемей қалмайық. Ал достар, бастайық. Байқайлайық. Бірінші сұрақ. Біз кеттік. Кітап. Портрет. Абай жолы, білесің ғой? Абай. Абай жолы. Кітап. Абай жолы. 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 Абай жолының авторы. Абай жолы. Абай жолы. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Абай жолы. Абай жолы. Әуезов. Абай жолының авторы. Мұхтар Әуезов. Сен Абай жолы. Автор. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Абай жолы. Абай жолы. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Абай жолы. Мұхтар Әуезов. Автор. Мұхтар Әуезов. Абай. Автор. Мұхтар Әуезов. Абай жолы. Мұхтар Әуезов. Абай. Мұхтар Әуезов. Абай. Мұхтар Әуезов. Ол Абай жолы. Соны жазған. Стоп. Ha, болды, түсіндім. Жауап жасамыз. Абай, сіз тез жазып жібердіңіз. Ай, осы сіз шатастыңыз ау. Жоқ, мен шатасқан жоқпын. Мен тез жазып жібердіңіз. сияқтымды ойлаймын мен. Сіз тез жазып жібердіңіз. Дәурен, Мен не айтқым келгені? сұрақты оқып жібер. Сұрақ. Бірден сұраққа көше береміз Сұрақ ба? көшесіздер ма? Тоқтаңыздар. Неден бастаймыз? Мен енді адам кейбін саламадым. Барынша сіз дедім, оны түсінбегеннен кейін айттым. Иә, түсінікті айтты ғой негізі. Сұрақты оқи салайын енді бәрін. Жоқ, мен түсінгенім бойынша Абай жолын кім жазды? Дұрыс па? Сол дұрыс. Енді оқысын енді. Сұрақ, Абай жолының авторы кім? Абай жолының авторы кім? Кім? Бәрекелді, онда Мұхтар Әуезов. Мен Мәуезов деп қойдым дегесін. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Дұрыс жауабы? Дұрыс жауап. Оқыңыз. Әуезов. Мен де бұндай дұрыс таппаған екен бе? Бастамас жаман емес. Бастамас жаман емес. Зор. Кітап осы жамылып жатқан. Қай жерден болады? Арсын мал көрдіңдер ғой, Жаңа айттым ғой, әшейін анау неде перекурларда жастықты астына. Кітап оқып жүрген баланың несі ғой, сразу айтты. Алай кітапқа пирожки орап жетіп. Ал, кеттік. Таптық. Қайсысын лақтырамыз? 100 мың теңге. 100 мың теңге бізде өзі. Сендер Әуезовті лақтыра бермесеңдер, жай қойсаңдаршы. Мен сап қойсам болады ма? Сөйтсіңіздер, не болды? Нағына біре-бірден салып қойыңыздар. Өзім ат жіберіп айтып отыр. Келесі дұрыс жауапты жазатын карточканы былай, дұрыс жауап түсетін. Мынау сұрақ лақтырып жіберсем ба? Кім қойған? Бәрі білетін сұрақ. Ну ладно, уговорим. Ал, құда қаласа, пісімілесі. Жаман емес? Жаман емес. 100 мың теңге алып сұрақ қалды. 1 минут бізде бонус бар. Бүгін жеті құрма хал мейрамханасын отырғызайық да ақшаға. 1 миллион 200 мың теңгесін қаншама горел алуға болады, Сөйтейікші. Кет, достар, айқайлайық. Екінші сұрақ. ақш Аю. Арыстан. ақш оның Президент. Байден. ақш президенті. Байден көке. Америка. Президент. қазақстанның президенті. Президент. Байден.
Президент. Не var? Америка, ақш. Америка. Бірінші адам. Президент Байден. Тоқтаймыз. Стоп. Талқылау тоқтатамыз. Қолыма қарасаңшы. Жазыңыздар. Ну ладно. Дәнекер. Басқа жаққа тұр. Öyle koydaş mı? Şında hiç düşünmedim mi? Осын түсінбесең ше. Дәнекер сенше адамды өйстіп күйдіретін бір ше, аузын бүйтіп алып, Қанат, Бәрін көрсетпесеңші. Нені? Дәнекер көріп қоятын болды. жасы тесте жаш. Шынымен білмейді. Көріп қояды. Қалай көреді? Көзі мына жақта тұрса, мына қалай көреді өзі? Yok görünüp duran yok mu? Ya ben şunda Жалпы не түсіндіңіз сіз? Ештеңе түсінбедім. Жасайын, бір нәрсе жасайын, жасайын. Білмеймін деп жазыңыз, немесе прочерк қойыңыз. Ей, оттай берме. Сіз не түсіндіңіз Айгер? Жоқ, Жоқ, тоқта. Жоқ, мен түсінбедім. Тәліш талқылау тоқтай тұрыңыз, жазып болсыншы, одан кейін жалғастырамыз. Мен не айтып жатырмын сонда жаңа бер? Білмеймін ғой, мен ештеңе қақпадым. Давай, дальше сенен бастайық. Ya менен басайсың Сенен бастайық та енді, кәдімгі. 100 мың теңгенің басына су құйды ғой деймін осы жолы. Басын қасығанына қарағанда. Мақұл мен білейінші біреу басқа біреудің не екенін білейінші. Байден. Жаным. Айтшы. Ойбой, енді сен шықтың. Ойбой, О, мынау. Мен саған айттым ғой, Сәкен. Ақш дедіңдер ғой. Мен саған айттым. Америка құрама штат. Президент, сен маған айттың. Сен президент дедің. Мен президент деп айтқан жоқпын. Президент дедің. Мен Америка құрама штат деп түсіндім. Мен саған айтып отырмын ғой, Байден деп қақсап отырмын. Мына бірден айтты ғой, ақш. Болды, одан кейін ба бірінші адам деп айтып Бірінші адам, президент. Сен маған не деп түсіндің ал? Не деп түсіндің? Америка бірінші. Какой там Америка бірінші? Үш деп көрсеттіңдер ғой сендер я. ақш. Дәнекер сен шар дейсің. Мен Сол таба алмасаң білмеймін. Жоқ, таба алмадым. Мен үш адам дегенге триодан бастадым да. Трио ақш деп жатыр ғой саған маған енді. Базарбаев. Ол не Базарбаев? Мақсат Базарбаев? Я Музарт айтып Сонда отырмын. ақш Базарбаев болмайды, ақш Ақш деп. емес, Дәнекер, бірінші шығып кеткен. Біздің спонсор Базарбаев емес, Дәнекер. Енді Байден да емес қой. Хотя президент деген Назарбаев дей салмадың ба? Базарбаев. Сәл жақындайды. Президент деген және мүлдем түсінбедім. Сен Американы сонда түсінбедің ба? Америка деп қақсап. Мен сәл болса да жақын кеппін ғой сіз. Сәл болса да Жақын кеппін, жақын емес, айдалада жүрсің. ақш деген. Мен құдайға шүкір оқыған адамыз ойпырмай оқыған адамыз деп шығасың. Әлден дей салың керек еді. Байден. Не деген топассыңдар, екеуі сен постоянно өткенде Нұрболмен ойнағанда да сен жоқ, мен түсінбедім. Жаңа бір ұтып отырсыңдар, мына жеті құрма деп едім, ұтылып жатсыңдар. Ақшамдар жеті құрма. Жеті құрма қатыстарың бар өтіндер. Үнемі сияқты түскі шейміз ғой. Аттың өшкір Байден дейді. Соны табылмай қалай логикаң Базарбаев қайда, сен Музарт қайда, ақш деп қақсап отырсың. Шарт деген ойын бәрі басқасы. Бүйтіп атсам ше, сынан қарамайсыз да маған қарайсыз. Мына жаққа мынау тартып келіп отыр, ана жаққа тартып келіп отыр. Бұдан келісіп алайық. Қолға қарай. Ақш қайтып келмейді ме? мен бірден айттым, бірден ақш номер айтайын. Өй деді. Тоқта сұрақты оқиықшы, жігіттер. Сұрақты оқып жүріңіз. Сұрақ, ақш президенті кім? ақш президенті кім? Обама деп қойса. Байден. Байден көріп. Енді не алдыңыз ба? Дейміз ба? Бір сұраққа дұрыс жауап бердік, екінші біз екі сұрақ ойнадық. Бір ұтып тұрған жерімізден екі сұрақты. Мына екі біздің дуб дейма? Береза, бананасы, яблоко. Көзіліктер шеріп отырасыңдар. Я, міне екеуі де көзілік таққан, екеуі де үші. Сендер міне өзі адвокат, өзі заңгер, өзі кәсіпкер. Жоқ, енді саясаткер. Соны қалай сен білмейсің? Арамыздағы ең интеллигентный адам, интеллект жоғары адам. Жоғалаған ғой, бұл кісі айып жоқ, ақш деген. Базарбаев құртып тұр ғой. Мен вообще түсінбедім. Мен түсінсем, ең болмаса ақш деп жазар едім ғой. Мен сұрақты вообще түсінбедім. Сен қарамайсың ғой маған. Сен не ақш деп жатқан сонда. Енді естімей ақшқа тіл тигізсең де әкімшілікке тіл жарайды, болды, кеттік қойыңдаршы, болды. Мен кінәлімін, бұл жолы мен кінәлімін.
Үшінші сұраққа көшейік. Жарайды. Статуя Победы. Олимпиада. Рикстаг. Қошқарбаев. Қошқарбаев. Бұғыма не бар? Рикстаг. Қошқарбаев. Қаңғетлер. Гитлер. Рикстаг. Соғыс. Рейхстаг. Бірінші ту тіккеш. Қаңғетлер. Қошқарбаев емес. Өлді. Жеңіс Гитлер өлді. Фашизм. Соны түсінбесеңше охранниктерге айып шығарып жүрмін. Түсінбедіңдер ме? Дәке екеуміз тағы бір бөлек Құдай. бұзайын деп тұрмыз ау деймін шамыз. Давай, нормально, жігіттер. Көріңдер енді. Тағдырларыңа байланысты. Маңдайдағын көреміз. Түсіндіруін нормально түсіндіріп жатыр негізі. Анық қып. Не түсіндіңіздер? Соғыс. Так. Қара соғыс. Гитлер. Дұрыс па Гитлер? Гитлер тақ атты. Өлді. Одан кейін не болады? Өлді не? Жеңіс? Ойбай! Ей! Тіккен! Ана мә деп атқан не сонда? Қошқарбаев? Қошқарбаев десем сен Рейхстаг деп Қой енді сол Рейхстаг тікті деп атыр ғой енді. Қошқарбаев десе тіл еріңізден оқып алыңыз. Мен айтып жатырмын ғой сонда. Не істеп? Ой, сіздің еріңіз басқа жақты, Қошқарбаев басқа жақты. Айтсыншы тек сен атуды көрсет. Ана туды көрсетіп кен деп атыр ғой. Сәкен, мыналарды бүйтіп қойып айттым ғой, Қошқарбаев деп аузына не еттім мен? Туды көрсеттік қана бүйтеді. Жеңіс деп. Жеңіс ал. Ту тіккен Рейхстагты естіп. Мен Рейхстаг деп жазайын деп жатырмын ше. Рейхстагқа ту тіккен Қошқарбаев. Түсіну керек қой енді. Мына не екенін білесің ба? Бірінші адам Қошқарбаев деп жатыр, тікті деп жатыр, одан қалай түсіндіреді енді? Сен не деп? Соғыс. Мына екеу. Сен не дедің ал? Мен де жеңіс дедім. Қаны? Бәсе Қошқарбаев. Шыбынығыш бар ма? Шыбынығыш. Қошқарбаев мені. Мен мүйіз дедім дегенім ба? Қошқарбаев. Ұлы Отан соғысында Рейхстагқа ең алғашқы болып жеңіс туын тіккен қазақ батыры кім? Жеңіс! Фамилиясы кім Жеңістің? Соғыспаев па? Рахымжан Қошқарбаев. Енді абай мынау ұят енді түсіндіре алмасам кешірім сұрайын, бірақ білеміз ғой. Мен айтып жатырмын, Қошқарбаев па десем, сен Қошқарбаев десем, мен қайта саған бүйтіп жатырмын. Қошқарбаев емес, Рейхстаг деп жатырмын. Сен Рейхстаг деп енді биттім ғой. бірінші Былай қыламыз енді. Сен маған ақыл үйретіп жатсың. Соғыс деп алыпсың. Гитлер өлтіріп алып, соғыс деп алып. Саған айтып аузымен айтсаң, опаңа ғой деп түсінеміз ғой деп, сонда Қошқарбаев деп жатыр ғой. Жаңа кім біреулер маған ақылды деп жатыр ма? Толпас деп жатыр. Көзілдірік кигеннің бәріне намысына жаман. Сен бірақ әлі деп жатыр. Сен үйді айтпай ақ қойшы, Сәкен, сен әлі сол уровеніңде тұрсың. Ойбайды біреуін тауып еп кішкене жаным ақ болды ғой. Түсінбесең айтса жеңіс па деп, или хотя бы сәл білеге бұл жеңіс емес деп айтады. Мен уже Қошқарбаев деп білетін шығар деп. Бұлар мені қателесіп жатыр дейді. Енді сен үйретпей ақ қойшы маған, Махмар. Сен просто сен қате үйретесің. Біліп алып отыра берейінші. Араларында ең ақылды мен болып тұрмын. Жоқ, мен енше саған не кәдімгі. Жоқ, мен қайта сен шатастыруға сәл қалдым. Қошқарбаев емес дедім ғой мен саған, дұрыс па? Бұл баяғы түсіндіріп жатыр, Қошқарбаев номер 1 тікті деп. Былай енді көрдіңдер ма? Бұлай келсек, бұл жерде қонақ жеңісті аяғында бөле бар ғой. Бұл түсіндіріп бұдан айып жоқ, бұдан айып жоқ. Бұл жерде біздің енді неміз болды. Бір сұрағымыз дұрыс, екі сұрағымыз дұрыс емес болды. 3 кинода бірге түсті, бізде бір ауызын түсінеміз. Қан түсінгенің. Жеңіс деп не Ya biz o gün söyleseydiniz, amma söylesmepmiz de. Al, жігіттер Қошқарбаев туралы айтылмаған дейсің. Ну ладно. Келесі сұраққа кезек берейік, бізде айқайлайық та 4-ші сұрақ. Кеттік. Ё-моё. Табуға тырысайық.
Сұрақ қойыңыз мына. Сұрақ. Bilmeyim. Сұрақ. Sara Connor. Шайла. Sara Connor'du. Ya okup alaydı. Sara Connor men John Connor'dan korgauga kelgen aktör kim? Atı kim? Atı kim? Sara Connor men John Connor'da Sana Connor'du. korgauga kelgen aktör kim? Arnold Korgauga Schwarzenegger. kelgen Arnold Terminator. Sara Connor aktör. Arnold Schwarzenegger. А можно дополнительные минуты деп болса, что мне когда сияқты сұрасақ бола ма? Бұрыс па, бірақ. Мен bu aşım bilmeyeyim bunu. Менің атым Қожадан басқа кино көрмегем. Неше зап? Соны атын жассаңшы. Bir нәрсе жазу керек енді. Дәурен. Bir нәрсе жаз енді. Бала қызық болды ғой, ә? Назарбаев дейсің. Қорғаған ғой, Сараға қорғаған. Кино ғой, кино. Базарбаевтан қарағанда дұрыс қой Назарбаев. Жазайық. Кино ғой. Bir нәрсе жазайық. Еріп кететін кино. Жәлеп айтып қоямын. Еріп кететін кино ғой. Деміс болып қайтаң, шығып кетеді. Ну ладно. Блин, мен же неге ше? Дәрігер өзгертуге болмайды болды. Неге? Өзгертуге болмайды ғой, бұл жазып қойдың ғой. Біз сұрақ не алып жоқ қой. Примерно жаса салдым мен тизе терекке. Жаңағы бір мақтағанымыз бәрі әшейін болып қалмасын. Шетел шетел ғой. Қазақты білмей қалмайық қайтып. Главный. Мен бірақ дұрыс деп ойлаймын мен, бірақ. Сара Коннор мен Джон. Тоқта. Қорғауға болашақтан. Тоқта. Сәке? Мына жақтан бастайық. Сұрақты оқиықшы, бір қызық болсын. Сұрақ. Сара Коннор мен өмірімде естімеген Джон Коннорды қорғауға болашақтан келген актердің аты. Енді бұға тұр, бұл екеуі деп бастайды. Ал, айт жауап. Соны да білмейсіңдер ме не? Жауабын айт. Терминатор? Ой, актердің аты нейді саған? Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер. Онда мен дұрыс жазып ғой. Дұрхан. Джон Коннор, терминатор мен. Сен не деп жаздың? Терминатор. Как положено ғой? Шварценеггер. Сен кіші? Мен Шварценеггерді жазсам. Арнольд Шварценеггер мен Актердің аты Енді деген. демеш. Сен де? Сәкен. Бұл актер деді. Актердің аты. Актердің аты деді. Ал. Мен соны ғана түсіндім. Шварценеггер ма? Шварценеггер. Актер, режиссер және там Ахан Сатаев деп жаздым. Болашақта түсіреді олда. Саған мына не деген логика, браво. Мен патриот, мен қазақша актер, қазақша режиссер. При чем тут қазақ патриот? Терминатор деген дыбыс шықты ма мына жерде? Сара Коннор деген. Дыбыс шықпайды. Сара Коннор деді, актер деді болды, актер деді болды соны. Саған терминатор, соны құтқаруға келген Арнольд Шварценеггер. Терминатор деген бір сөз болған жоқ. Терминатор Терминатор деген бір сөз болған жоқ. Жауабын көре салыңыз. Маған қарашы. Жауабы сол Арнольд Шварценеггер ғой. Актердің аты деген. Актердің аты. Қалай сендер мен түсінемін де, қанат түсінеді де, екеуің түсінбей қаласың. Екі очкарик. Сен қалай Шварценеггер деп жаздың? Терминатор деген бір сөз болған жоқ қой, абай. Сара Коннор деген. Сара Коннор деді ғой, Сара Коннор. Бұл айтты, робот деді, дұрыс па? Сара Коннор деген мен ауыздан оқыдым бұның ерін. Сара Коннор. Жай айттым ғой, Сара Коннор деп. Сара Коннор. Жауабын көреген мен. Ой, ұрмай. Менің кінәм жоқ бұл жерде, жігіттер, алдын ала айтайын. Кәдімгідей. Әдейі істеп жатқан сияқтысыңдар негізі. Болды. Арнольд Шварценеггер. Мен кінәм бар екен, мен өзімді толық білмедім да. Сен білмеймін деп жатыр ғой, қалай Шварценеггер деп жазсың? Терминатор деген бір сөз айтқан жоқсың маған қарап. Білмеймін ар жаққа қарап не деп айтқаныңыз. Бірақ маған қарап бір терминатор. Терминатор, актер десе. Қалай Терминатор. Сарамен таныстар шығар. Ағайындар шығар. Мойындағанда ерлік. Негізі мен шынымен білмеймін. Оны өзім мойындайын. Сіз кішкене сұйықтық деп қалдыңыз ғой. Соқтан ерит дегенге осы терминатор ерит деп, қанат түсі көріп подсказка бермей отырсың, сен ойың шардың өзің жақтасып отыр да, ағам жақтасып отыр. Жаным ашып кетті, асты оны кетші. Жылаған не кетті байғыз. Бірақ мен шынымды айтайын, мен білмейді екенмін.
Болды, бұл сұрақ есептелмейді. Сәкен, Бұл жауап есептелмейді. үшеуінде де қателесіп жатсың сен. Жауап Жоқ, сен есептелмейді. мақұл ғой, біз кішкене терминатордың ұяқ бұяғындамыз да. Режиссер, Ахан Сатаев деген не сен, Сәкен? Ахан Сатаев. Жаза салды ғой, түсінбеді ғой енді ол. Жаза салды. Бір нәрсе жазу керек қой. Сен де бір нәрсе жазу керек дейсіңдер. Сәкен, түсінбеді маған қарашы сұрақ. 1 минут. Ана қара да түсінбесең, бері қарашы, бері бізде адамбыз ғой. Қарашы бізде айтайық. Болды. Жауаптар тастаңдар. Келесі сұраққа көшеміз. 3-те қанша? 1. 3-те 1. 4-ші сұрақ. Жауап бермей жауап бер. 3 теңге бар. Қазір 3 сұрақ кетті болды. Қазір 5-ші сұрақ. 3 сұрақ жауап бере алмай қалдық па сонда? Иә, жауап бермейсіңдер. 300 минус. 4 сұрақ, 5-ші сұрақ берілді? Қазір 5-ші сұрақ. Рет бойынша 5-ші сұрақ. 5-ші, 6-ші, 3 сұрақ қалды. 3-ақ сұрақ қалды. Дәурен, жақсылық түсіндірші, Дәурен. Бізде 1-ақ минут 100-ақ мың теңге бар. 1-ақ минут. Алайық, 1-ақ минут бар. Кеттік. Келесі 5-ші сұрақ. Шымкент. Мынау Шымкент, иә? Зың. Әкім кім? Шымкенттің әкімі. Зың әкімі. Ғабидолла. Ғабидулла. Ғабидулла. Ғабидолла. Ғабидолла. Шымкент. Шымкент. Ғабидулла. Әкім. Ғабидолла, иә. Бұрынғы әкім. Ғабидолла. Айтқан. Зыңғала деп айтқан. Айтшы. Ғабидолла. Шымкенттің зың әкімі. Шымкент зың. Топ. Ойнаған екенсіңдер. Бұл енді оңай сұрақ болды ау деймін шама. Ал. Айта беріңдер балалар. Мен Шымкент қаласының әкімі деп түсіндім, дұрыс қой, иә? Зың. Мен бірінші Айтенов дедім, бірақ та ерінен оқым Ғабидулла деп. Иә? Мен бұрынғы әкім ғой деп жатырмын. Зың әкімі. Зың әкімі. Иә, Ғабидолла деп. Ғабидулла, менікі де Ғабидулла. Мені жаздым ба? Жаздым. Қаға жаздым. Терминатор деп қойсың. Ең жазсаң, Шварценеггер деп. Ғабидолла зың деп қойған. Шымкенттің зың әкімі. Жауабын оқимыз. Ғабидолла Абдраимов. Ғабидолла Абдраимов. Мынау да бір қуанып, бір бәле түрін шығарып алды. Сабырлы қуанышта бұл. Дүниеде байқайлап кету керек та. Мейірімді қуаныш десең. Мейірімді қуаныш. Ойфыр майна таптың ба, е? Я, 5 сұрақ. 5 сұрақ қойса. Әкімшілік, әкім деген маған 5 сұрақ қойылды. 5 сұрақ қойылды. 200 мың теңге бар, 2 минут бізде бонус бар. Енді жақсылап, енді қалған 2 сұрақты да алайық. Давай, тез. Осы қан айналып тұрған кезде. Кеттік. Астана. Бер қара. Қазақстан. Астана. Қазақстанның астанасы. Сұрақ қандай? Сұрақ. Ақмола. Бұрынғы Ақмола. Ақмола. Қазір Астана. Нұрсұлтан. Жада қателеспеңдер. Дұрыс ау дейме? Маған жазады екен. Табыңдар, жігіттер, табыңдар. Не болды? Карт айнап отқандай. Бұлай қойып қойсаңшы, тықпай қойыңыз. Сонда бұрынғы ма, қазіргі ма? Қазіргі.
Ey, burungu dedin ғой Жоқ, siz. қазіргі Бұрынғы Ақмола. бұрынғы өлді. Бұрынғы Ақмола. Өлді. Қазіргі не болды? Burungu dedim. Men Astana dedim. Astana dedim. Nursultan dedim bak. Ya. Siz bitken joksuz. Burungu dediniz. Мен оны естімедім. Бұрынғы Ақмола қазіргі естімейді, қайран. қайда естісің, құлағыңда наушник бар ғой. Дәке, сіз burungu atı dediniz ғой siz. Сол қазір не дедің ғой? айттым ғой өзі біреу Ойбай, тапса мына бала. Ey, onu Astana Nursultan eкен біліп тұрмын мен. Burungu dedi o. Бұрынғы Ақмола. біз тағы еще дәуренді неше турладық қой қазіргі ма Иә, мен бірден жауабын айттым да сіздерге. Сосын біреу бір не қылып қалды. Сұрағандай деп қалды маған. Бағана мен Нұрсұлтан деп Сосын мен айттым Ақмола, бұрынғы Ақмола. и сен алып келдің ғой бері қарап бүйтіп Нормально не түсіндірді ғой. түсінеді? Нұрсұлтан ба деп Нұрсұлтан мен. Кім сендер қандай? Иә, Нұрсұлтан бәріміз. Мен ито Астана деп Нұрсұлтан, Нұрсұлтан. Біреу Нұрсұлтан деп жіберді. Мен Ақмола дедім мен burungu atı. Міне біз қалған төртеуміз бірдей дұрыс түсінеді екенбіз де, сен дұрыс түсінбей қалады екенсің да? Сұрақ Ақмола еді. Халық өз бағасын берер. Ақмола еді. Астана болды. Ал қазір Қазір Нұрсұлтан. Ақмола еді. Астана болды. Ал қазір Ойбай, жаным ай ғой. Мә, сәкен, бытшын шығар. Нұрсұлтан Сау болдың тұқпай енді? иә енді бір адам несі дұрыс емес қой жауабы Неге түсінбей қалдық? Сен қай жерден түсіндің? жоқ қазіргі Мен түсініп ары кетіп қалдым ғой мен мен түсініп уже ары мен жауапты түсінбедім сұрақты не қылшы деп едім уже кейін барып неден кетті Айтты ғой, қазіргі деді. Бұрын Ақмола. Бітті деді. қазіргі иә. Одан кейін Нұрсұлтан қазіргі астанасы, Қазақстанның астанасы деп түсіндім мен өзім. дұрыс қой. Сон ишарат қазіргі ма деп не ол сұрадым сонда о қалай түсінесіз бұрынғы Нұрсұлтан Жоқ, біз төртеуміз де сонда мақалымыз ба сонда? Сен ақылды бол. Бывай. Ой, дұрыс Человек Несі дұрыс ол? енді бұрынғы деп түсіндік та Неғып біз төртеуміз бұрынғы Ақмоланы түсінген. мен уточнить еттім бұрынғы ма или қазіргі Кінәл бұл ма емес сен. сөйтіп Жанында отырсың, түсіндірмейсің ба жақсы? маған дәурен Қандай бітті айтшы деп отырып. Оны сөйтпесең мен бұған айтып отырмын ғой Нұрсұлтан мен деп. Нұрсұлтан- мен айттым бұған Нұрсұлтан деп Нұрсұлтан деп бұл маған айтты ғой. Мен не отырсың? Сөйтіп, бұрынғы деп Бияға қарады Нұрсұлтан ба дедім үндемеді ешқандай реакция бұрын Ақмола бұрынғы деп Бұл сөйтіп айтты как раз сол кезде сұрақ қалды да. Мен соған өтіп кетіп екеуміз соғысып қалған бойда кірді. Найзаға шығып кеткен сол жер. Е-май. жауап естілмейді жеті құрманың ақшасы өзінде қалды 100 000 теңгесі қалды жеті құрманың 100 000 бізде теңгесі 200 000 теңге 2 минут бар, ә? әлі қандай сұрақ бар Соңғы сұрақ. соңғы сұрақты алайық былай уақытты созбайық та бір дегеннен жетінші соңғы сұраққа өтіп Ну ладно, кетейікші уговори. ұрыспайды қырылыспайды Давай. жетінші сұрақ бізде кеттік Ақша, Америка, доллар. Доллар. Аты кім? Доллардың суретіндегі. Аты кім? дәке Тоқта. Соның адам. Вашингтон. Адамның аты кім? Доллар бар ғой. Вашингтон. Соның Сурет аты кім? Рузвельт па Суретті кім? Рузвельт президент Доллар. Вашингтон. Аты кім? Қанша доллар? 100 долларға Вашингтон. Рузвельт неше доллар Вашингтон. Қанша доллар? неше доллар Вашингтон. Сурет. неше доллар Ақшаң бар ма? Доллар. Ақша. Доллар. 100 доллар Ақша. Кім? 100 доллар ма 100 доллар Иә, 100 доллар. неше долларда 100 доллар. стоп Мен білдің ғой, не айтқанымды. дәке мен де түсіндім да Иә. бірақ сразу айтпайсыз ба қанша Айтпайсыз ба? Оның несі бар ма? $1 доллар ода әрқайсысында әртүрлі ғой 100 доллар. мен де сөйтіп түсіндім ау 100 доллар. ал ойбай бұл қалай болады енді Ал? Мен түсінігім бойынша доллардың бетіндегі президенттің суреті. Иә. мен де сөйтіп қай түсіндім. президент Вашингтон. Ай, бәрекелді. менде де Вашингтон Вашингтон. дәнекеп что-то франклин Ады евро ұстаған білесің ғой дейсің. Ой. Мен не деп жатырмын саған сонда?
Sizге тойға бәрі Франклинмен беріп жатыр ма сонда? $100 Вашингтон міне. Тілінің ұшында тұр ғой, Вашингтоншы. Жоқ, сұрақты оқишы. Сұрақты оқишы. Сұрақ. $100 бейнеленген тұлғаның аты кім? Вашингтон емес пе? Аш. Мен Франклин деп ойлаймын. Аш. Жай. Франклин. Неге енді осыны айтпайсың сен Соны бәрімізге? айтпайсың ба? Мен ше соңына дейін бар ғой жігіттер, сенесіңдер ма? Мен примерно түсіндім да, доллар деді да, купюра, ақша. Бәріміз түсіндік қой доллар екен. Сода бейнеленген президент кім? Мен түсіндім да, неше доллар деймін. Соны түсінбей мен былай соңында айтты ғой. $100 түсіндірсеңдер. $100 Франклин ба? Франклин. Вашингтон қайсында? Вашингтон? $1 ма? $1 ма? Сондай да ол. $1 деген Вашингтон. Ұстамаған адам қателеседі да. Вашингтон енді Дәке қалтаңда $100 бар ма? Көріп бересіз лайық. жоқ мен түсінбедім да, Франклиннің суреті бар, $100. Ф деген әріп шыққан жоқ та аузынан. Жоқ, мен соңғы монетке дейін түсіндім да, мен бұда Франклин деп жаза салдым да, себебі $100 шығар деп ойладым. Неме отырып Сендер Вашингтон деп жатқанға, ол неше долларлық купюра деп мен уже неше долларлық сондай болып кетті да уже. Кейін бар $100 деген екен бар. Ят. Политический дейді, бұл даже президент емес, если что. Енді өкінетін еш нәрсе жоқ. Біздің бұның алдыңғы бағдарламаларда да қызықты оқиғалар болған. Нұрбол келген кезде осындай жағдай болған 2 минут болған бізде, иә? 2 минуттың ішінде супер ойында, супер финалда біз жеңген болатынбыз. Бізде қазір Дәурен 2 минут 200 мың теңге 2 минут. Енді сен бізге түсіндірдің жаңағы бір 7 сұрақты. Енді 4 сұрақты біз кезек саған түсіндіретін боламыз. Мысалға түсіндіретін боламыз да, мысалға саған сұрақ қоямыз. Сен жауап бере бересің, көп мысалға жауаптарын айта бересің. Мысалға Франклин дейсің, Рузвельт дейсің, Вашингтон дейсің. Дұрыс жауап әйтеуір бір түсіп қалсаң, саған жасыл свет жанады. Жасыл түс жанады да, мынандай жасыл түс жанады режиссер. Міне осындай жасыл түс жанған кезде уже екінші адам саған сұрақ қоя береді. Біз 2 минут артқа қарай айналып тұрады, тоқтамайды, түсін ғой? Соған біз үлгеруіміз керек. 2 минутта 4 сұраққа жауап беріп. Жамырамай түсіндірдім да. Жоқ, жеке ғой. Жеке саған түсіндіре бастаймыз. Сіз егер жауапты білмесеңіз де, қазір Абайдың айтқан қайталап жатырмын. Айта беріңіз, бір нәрсе сәйкес келіп қалады. Бір жауап сәйкес қалады. Жасыл түс жанса болды. ең басты. Ат, сиыр, қой подряд. Ал кеттік па? Дайынбыз ба? Дайынбыз. Айқайлайық, супер финал. Дәуреннен сұрақ, кімнен бастаймыз? Дәуреннен басталайын деп жатыр қазір. Менен бастамай қой, менен бастаса 2 минут сол кезде екінші сұраққа жете алмай қаламыз ау шамасы. Менен бастамай. Жақсы көремін де Дәкең бастасын. Ойбай. Ал достар, бізде супер финал Дәурен Жұмаділовпен басталды. Бізде 2 минут бар. 2 минуттың ішінде 4 сұрақ. Біз бастаймыз. 500 мың теңге. Дәурен, давай. Осай, ежелемей, уақыт кетіп отыр. Апта. 4 әріп. Апта. П. Жеті күн. Айтса, ауызбен Қазақстан валютасы теңге айналымына шыққанда 100 теңге номиналында кімнің портреті бейнеленген? Айт. 100 теңге сурет. $1000. 100 теңге. Қашта? 100 теңге. Сурет. 1000 теңге. 100 теңге. Франклин, Вашингтон. Теңге. 100 теңге. Айта бер. 100 теңге. Суреті кім? Сурет. Аблай. Айта бер. Қазақстан премьер лигасында ойнайтын Нұрсұлтан қаласының кәсіби футбол клубының аты. Футбол, Қазақстан, футболдың аты. Футбол командасының аты Қазақстан. Футболды Футбол команда. аты. Қайрат. Қазақстан футбол. Футбол. Қазақстан. Ордабасы. Не деді? Мен түсінбей жатырмын. Ордабасы. Ордабасы трейдері. Қазақстан футбол. Ордабасы.
Қазақстан футбол формасының тренері. Тренер кім? Қазақстан футбол формасының. Айтсай, өзің айтсай. Тренер кім? Тренері. Өзің айтсай, өзің білесің ба? Ерін, Тренер. Астана. Так, сен де бір кірпіш дүниеге. Кірпіш. Стоп. Кірпіш десең. Не қыш бердіңдер, Кімнің сұрады? Бағана неге? Тоқтап. Почасовой стрелка емес па? Жоқ, бүйтті де, айтты, сол жақтан деді, сол жақтан бастан. Дәнекерден кейін почасовой болады. Дәнекерден кейін почасовой. Сол жақтан деді. Екеуің де аватсыңдар. Бияқта мен аватсым, Абай қайттан аватыр. Қаншаны жауап берді менің? Төртеуіне де жауап бердің ғой, бірақ Төртіншісі үлгермедік ау шамасы. Уақытқа жетпей қалды ғой. жетпей қалды ма? Үшеуіне жауап берді мен? Үшеуіне жауап бердім. Үшеуіне жауап берді. Менің сұрағым жаңағы 7 күн апта дұрыс ол. Сенікі қандай? Менікі 93 жылы Қазақстан ұлттық валютасы теңге айналымға шыққанда 100 теңге номиналына кімнің портреті бейнеленген 100 теңге суреті. Не деп айттың? Абылайхан дұрыс. Сенші? Менде Қазақстан премьер-лигасында ойнайтын Нұр-Сұлтан қаласының кәсіби футбол клубының атауы. Астана деп, сонымен дұрыс болды. Енді соны Астана деп түсіндірмейсің бе сен? Футбол тренер дедің бе, бірдеңе дедің сен. Сәкен, сен вообще дұрыс емес түсіндірдің негізі. Жауабын басына білмедім, кейін келді. Жоқ, мен айттым, футбол дедім, Қазақстан дедім, орда басы дедім, орда тағы арғара айта бер дедім. Айта бер деп атыр. Кейін Астана деп. Қарағанды, Тобыл, бірден кешеден келді. Аяғында Астана. Менікі сенде бір кірпіш дүниеге кетің тапта барған, сенде кірпіш жақшаның ішінде де просто. Мен кірпіш екеуімдікі де оңай еді. Оңай сұрақтар ғой. Просто Астананы негізі тез түсіндірген кезде мен қанаттікі кішкене түсіндіруге сәл қиындау. Біріншіден мынаны шешіп алайықшы. Дәнекерден кейін кім сұрақ негізі бұдан кейін бар ғой. Почасовой кету керек қой. Почасовой стрелка. Сен жағаласың мына жерде. Сол жақтан бастаймыз деді. Сосын мына ұрып отыр ғой. Мен уақыт кетпей ақ қойсын, алдыма сол жақ емес, бұл оң жақ. Почасовой былай сол жақ. Ұтылғанда ұтылып тұрсың. Міне өкінішке қарай, құрметті достар, бүгінгі біздің ойынымыз соңына жақындап келді. Біз мына супер ойында ең бауырым уақыт жетпей қалды. Әрине 2 минут бізге жеткізгісіз болды. Әрине біз бірақ дегенмен де Дәурен, саған үлкен рахмет айтамыз. Біз ешқандай пайда тапқан жоқпыз. Иә, осындағы бір азаматтардың кесірінен менің сол жағымдағы азамат қолмен көрсетпей қойып. Қолым көтере салайын? Иә. Соны Астана футбол тренер деп оны ұзартудың қажеті жоқ еді. Астана дей салу керек. Просто Астана дей салу керек. Тапты ғой. Енді ол енді соңында 500 мың отылдық та, бәріне отылдық. Жарайды, қорытындылайық. Айқайлайық жобасының барша көрермендері. Бүгін бізден жеңе алмадық, ода тұрған ештеңе жоқ. Келесі санымыз күтіңіздер, келесі шығарымда керемет тағы да жұлдыздар болады. Біз оны сіздерге уәде береміз. Ал әзірше біз бәріміз бірге айқайлайық!